Имам Ағзам Абу Ханифа бір күні үлкен қымбат 1000 дирхам тұратын шапаны бар екен. 1000 дирхам тұрады. 5 дирхам бір қой тұрады. Ана шапан енді былайша айтқанда өте қымбат бағалы шапан. Сонысымен келе жатса, алдынан біреу шығыпты. Аллаға иман келтірмейтін біреу шығыпты. Сонымен айтыпты: сендердің пайғамбарың айтатын көрінеді. Мына дүние мұсылманның абақтысы, түрмесі, кәпірдің жәннәті деп. Екеуміз екі түрлі секілдіміз, қарасаң. Сенің үстіндегі киімің қандай, мен қандай. Ауысып кеткен секілді. Сонда Абу Ханифа айтқан екен: олай емес. Әңгіме сен ойлағандай емес. Егер Алла тағаланың иман келтірген құл үшін жәннатта не дайындағанын көрсең, сен айтар едің: мына бейшара өмірі тозақта өткен екен ғой деп. Егер Алла тағаланың иман келтірмеген кәпір құл үшін тозақта не дайындағанын көрсең, мына бейшара жәннатта болған екен ғой деп айтасың. Себебі Алланың құлдарына дайындаған сыйы өте үлкен.